Біздің дініміз өлімге шақырмайды. Бірақ өлім туралы не үшін әрдайым айтады? Не үшін өліммен қорқытады? Өйткені ол ақиқат. Сен ертелі кеш соған жолығасың. Сонымен жолығасың, бетпе-бет келесің. Ертең болды, бұл дүниедегі амалың тоқтайды. Тек қана есеп-қисап болады. Соған дайындал деп, адам дұрыс өмір сүру үшін өлімді еске алады. Сол үшін де ойбай сендер тек қана тозақты айта бересіңдер деген сөз бұл негізі жала. Жала сөз, ол далбаса сөз, ол өтірік сөз. Ешкім тек қана тозақты айтып жатқан жоқ. Бірақ тозақты айтқан кезде олардың нәпсісіне жақпайды. Нәпсілер шырылдап кетеді. Неге? Өйткені ішіп жүр, шегіп жүр, қыдырып жүр, бағанағы зинасын жасап жүр, парасын алып жүр, білгенін істеп жүр. Жүрегінде осы дүниеге деген махаббат толып қалған.